Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ейни достар. Бүгін біздер өздеріңіз көргендей успокой соседа, яғни көршіңді тыныштандыр деген ойынды ойнап көретін боламыз. Ошым достар, андағы тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Короче достар, бұл ойында менің түсінгенім бойынша көршілерімізді ұрып тыныштандыратын боламыз, ал олар өз кезегінде шулайды. Ошым достар, сондай ойында өте мынандай, осылайдан ұра аламыз достар. Біз осындай осындай ұратындарды алдық. Ема достар, холодильник бар екен мына жерде. Так, давайте. Достар, балық бар екен, давайте балықпен ұруға бола ма не? Жейміз ба десем, базар жоқ достар, давайте осы балықпен ұрайық, давайте. Так, мыналардың ішінде ештеңе жоқ. Так, сырттан біреу ән айтып жатыр. Мынау айтып жатыр достар, давайте. Так, мынаны басамыз. Енді шығат деген ойдамын достар, енді қазір балықпен басынан бір ұрам енді. Так, давайте. Анау качок, ема, мен ұрып тастамаймын олар қазір. Ема, олар кәдімгідей достар. Саған ема кәдімгідей жағынан кетті ғой. Жоқ, қолына тиіп қалды мынаның. Так, саған. Так, ұрбыңдамай. Жоқ, маған қолым жетпейді. Так, секірмесе, ема. Так, саған. Ема, кәдімгідей енді. Так, қазір давайте. Не істеп отыр? Базар жоқ енді. Ема, билейді айырып деген әнді қойып кринж. Достар, кешірім сұраймын сіздерге мұндай кринж үшін. Ошым видеомды жалғастырамыз, давайте. Так, давайте мынау нәрселерін сындырып тастайық. Давайте, мына жерде бір қағаз тұр, 64-74. Так, бұл қағаздың не үшін керек екенін білмейміз. Давайте мынаны сындырып тастайық. Ема, принтерін сындырып тастадық достар. Так, мына жерде компьютерлер бар екен. Давайте сындырып тастайық олардың барлығын. Так, тамағын жеп қоямыз әрине. Так, достар, мемді білетін шығарсыздар, WhatsApp'та жүретін. Енді бұл мемді барлығы білет деп ойлаймын. Енді давайте достар, осындай телевизорлерін сындырып тастайық. Холодильник. Ема, холодильникте тамақтар бар. Давайте жеп қоямыз достар, жеуге болады екен. Так, давайте жеп қоямыз. Енді мына жерде не бар? Так, ема достар, ванна. Давайте ванна, осындай жуынатын бөлме. Давайте барлық нәрсені сындырып тастайық. Туалетін де сындырып тастаймыз, яғни унитазын. Кешірім сұраймын достар, енді сіздерге осындай әдепсіз сөзім үшін. Так, давайте сындырып тастайық барлық. Ема, пианиносын сындырып тастаймыз. Саған енді ән айтшы ал. Так, достар, не болса да енді бұл үйден шығып кетейік. Әйтпесе мынау полиция шақырып бір бөлік оянып кетіп бізді ұрып жүрмесін енді. Так, давайте төбеге шығайық. Төбеден жота бір дауыс шығып жатыр достар. Давайте төбеге шығайық. Так, не істеп отыр? Так, гантель. Ема достар, гантель көтеріп жатыр ма не? Қазір көреміз достар, гантельмен қосып басынан көреміз. Ема, кәдімгідей качок еб. Саған качок болсаң өзіңе еб айт. Так, не істеп отыр? Өтірік бір тренировка істеп отыр. Дриш ема. Так, ұрылмайды достар маған. Так, саған ема дриш болды, ұйықтады достар. Базар жоқ, мынау качок екен енді. Так, ема тимейді достар маған. Так, контейнеріне тиіп қалып жатыр. Саған кәдімгі тиді енді анаған енді. Так, мына жақта олардың да әжетханасы бар екен. Не істеп отыр? Өтірік істеп отқан сияқты. Мыналардың бәрі тренировка істесе бұл. Жалғыз бір бұрышта тұрып қолын қимылдатып отыр. Әшейін ема базар жоқ. Енді әшейін тұрғаны ғой енді, достармен сөйтіп тұрған шығар. Ошым достар, давайте қазір туалетін сындырып тастайық. Так, кіру қиын екен яқа. Так, қалай кіреді? Осылайнан. Так, мына жерде QR жарайды достар. Ол не үшін керек екенін білмеймін енді. Болашақта керек болса достар, келетін боламыз қайтадан осы жерге. Может, ол мүмкін бір реклама болып қалуы мүмкін, сондықтан да тиіспей ақ қоямыз. Ошым достар, давайте. Мына жақта біреу что-то сумен бір нәрсе істеп отқан сияқты ғой. Так, не болады мына жақта? Мыналар. Ема, мыналар кәдімгі жағдайлар төрт-бұрыш қой. Ема, рахаттанып жатыр ғой. Так, саған мал үлкен кісі жас бала сияқты ойнап отыр. Бассейнға қоладың ал. Так, мына жақта базар жоқ. Ема, қуады екен ғой сәл. Так, достар, біреу жаман қылып ән айтып жатыр. Достар, сіздерге естіле ме білмеймін енді, бірақ біреу жаман ән айтып жатыр. Енді қазір соны барып ұратын боламыз болсақ. Так, мына жерде ема, мыналардың жағдайлар кәдімгідей жақсы екен. Торт бәрі нәрсе жатыр холодильниктерінде. Так, шкафтар сынбайды екен. Давайте анау тұрған есіктегі үйге барып көрейік. Бұл үйде ема жүрек, ема не істеп отыр мыналар? Так, есігін ашамын. Ема достар, кәдімгідей мен шақырып тұрған сияқты ғой. Торт әкел дейді маған. Базар жоқ, мен торттардың бәрін өзім жеп қойдым ғой. Қазір онда әкелемін. Ема достар, енді бізге қазір торт әкелу керек. Мынаған барады екенбіз, торт әкелсек. Так, мынау балық сұрап отыр. Саған балық. Достар, анау мысық қашып кетті енді. Давайте достар, жолымызды жалғастырайық. Давайте достар, бұл 3-ші этажға шығамыз. 3 па қанша этаж бұл? Ошым достар, білмеймін қаншаншы қабат екенін, яғни этаж қабат бәрі. Енді давайте мынаның үйіне кірейік. Так, ема достар, мынандай істемейтін сияқты, не дейді мынаның атын, ұмытып тұрмын достар. Есік ашық қой мынаның. Арақ ішіп отыр мыналар. Сендерге алкаштар, ё-моё. Так, мынау уже
Мә, кәдімгідей ішіп қатып қалған достар, кәдімгідей мас болып қалыпты. Так, мына жерде нандар жатыр. Бекер жедім деп ойлаймын енді нандарын, өйткені алкаштардың нанын. В общем, не істеп отыр? Так, достар, қазір барамыз ана жаққа. Так, не істеп отыр анау? Базар жоқ мынау достар. Ана жерден бутылкадан өте алмай қалдым. Енді давайте мынау не істеп отыр? Мәссаған. Так, не істеп отқанын адам түсінбейді. Енді мынаны давайте сындырып тастайық. Үйлердің барлығын олар арақ іше береді, өйткені үшін давайте достар сындырып тастайық. Үйінде негізі ештеңе де жоқ сияқты аналардың. Так, не істеп отыр достар? Үйінен бір түрлі не шығып жатыр, короче, мынаның. Давайте қазір басайық. Не істеп отыр екен бұл? Так, давайте кіреміз үйіне. Так, мә достар, үйінде кәдімгі бұнда үйінде вечеринка болып жатыр. Давайте мәссаған. Так, надай болды аналардың әндері. Осылардың үйінен шығып жатыр ғой жаңағы достар, жаман ән. Үшін мынау ма біреу айтып жатыр. Әлі шығып тұр достар, аналарды құлатсам да сіздерге естіліп жатқан жоқ шығар, ол бірақ маған естіліп тұр достар. Енді жаман шығып жатыр. Бір дауыс қазір мына жаққа кіріп көрейікші. Так, мынаны сындырып тастаймыз. Ол жаққа ешкім жоқ. Ән айтатын достар, бірақ әлі шығып тұр осы жерден, бірақ достар жақын жерден. Мына колонкалар. Жоқ. Я достар, енді өшті. Мә достар, дым түсінбей тұрмын ғой мен. Жалғастыра берейік. Кәдімгі тамақтар көп екен мыналардың. Давайте жеп қоямыз, коласын ішеміз. Так, мыналарын жеп қоямыз. Давайте жеп қойық барлық нәрселерін. Так, мына жерде тағы да бургер тұр. Давайте оны да жеп қоямыз. Так, аламыз да. Енді не істеуіміз керек? Бұл үйде ешкім қалған жоқ сияқты, сондықтан да давайте басқа үйлерге барайық. Мына жақтан ештеңе шығып жатқан жоқ достар. Так, ештеңе жоқ қой мына жақта. Енді мынаған жазып көрейік. Жоқ достар, естеріңізде ма, бұрын 6474 деген бір код көргенбіз ғой. Осы жақта. Ема достар, осы жер екен. Мына жерде. Не бөле? Достар, мына зомби ма не бөле ну? Кәдімгідей мына ойын деген достар қызық болып жатыр. Енді маған зомби ма бір бөле шықты оның үйінен. Мына жаққа шыға алмаймыз достар. Мына қараңыздар. Мына жақта ешнәрсе жоқ. Так, бізге кілт керек дейді мынаның төбесіне шығу үшін. Так, мына зомби өлтіріп тастамай ма бізді? Так, жоқ, ұрылмайды достар мынау. Ұрылама әлде. Так, жақындап көрейікші. Так, ұрылады екен достар. Так, бізге бір түрлі еманы не бәле? Қолы. Мына суреттегі достар қолы өте бір түрлі екен. Жарайды, не болса да енді астын түс көрейікші, не бар екен астында. Так. Опа, мына жерде бір нәрсе бар екен. Так, бұл жерде гитара ма бір бәле істеп жатыр. Гитара, барабан, общем, сондай нәрселер. Кіреміз қазір достар бұның үйіне. Ана жақта да кәдімгідей достар музыканттар мәссаған. Так, жаман достар, мынаның әндері жаман болып шығып жатыр. Сіздерге естілмейтін әрине өкінішті. Барабандар шашылып кетті, сонда да ұрып отыра береді екен. Қолма бір бәле ғой. Жарайды. Так, давайте достар, үйінде тамақтардың колаларын бәрін ішіп тастайық. Осылайынан ішіп тастаймыз, короче. Давайте мынаны аламыз. Мынаның барлығын ішіп тастаймыз достар. Енді так, мыналар ұрылмайды. Так, мына жақта не бар? Мына жаққа кіріп көреміз достар. Осылардың барлығын сындырып тастаймыз қазір. Енді так, осылайынан сындырамыз. Мынаны сындырамыз. Енді сыртқа шығамыз да холодильниктің ішінде не бар екенін көреміз. Мына жерде достар есіктен шығу деген кәдімгідей қиын екен. Мынаны да сындырып тастаймыз. Так, холодильниктің ішінде тек қана кола, аналар деген коламен тамақтану бір бәле ғой. Общем, давайте достар бұның үйінен кете салайықшы. Басқа жаққа кола ішіп, тағы бізде де осылар сияқты жынды болып қалғанбыз. Общем, так, мына жақта не бәле ну? Медитация ма сондай рөл істеп жатыр достар. Енді өте бір түрлі мынау. Енді жарайды, не болса да так, ашпайды достар. Мынаның даже мынандайын басуға да болмайды. Давайте айғайлап көрейік. Жоқ, еш нәрсе болмайды достар. Бұған общем білмеймін не істеу керек екенін. Жарайды, не болса да енді так, болмайды достар. Есігін ұрсақ та ешкім шығып жатқан жоқ. Үшін достар, осымен мен бүгінгі видеомды бітіремін. Енді келесі видеоны күтіңіздер деп. Үшін достар, сіздерге келесі видеоны күтуді ұсынамын. Үшін сіздермен бірге болған мен Эйни. Үшін сіздер. Короче, давайте.